Құрметті оқушылар, мен сіздерге қазір координаталармен берілген үшбұрышты толыққанды шешуге бір есеп бергелі тұрмын. Бұл есептің өздеріңіз көріп отырғандай дұрыс құты мынадай. АВС үшбұрышы берілген, АВС-ның координаттары және де берілген. Біз енді өзімізге ыңғайлы болу үшін бұл жерде есепті толығымен біз мынадай шақпақ бетте орындаған ыңғайлы негізінде координаталық методтағы есептер. Бірақ та мен сіздерге қазір шамам келгенше бұны координаталық методтан өтіп, жаңағы не арқылы шығаруға тырысам, алгебралық тәсілмен. Яғни енді қараңыздар, АВС үшбұрышы берілген, А нүктесінің координаттары 1-1, 4-1, 4-5 дейді. Мына М дегеніміз ВС қабырғасын қаққа бөлетін нүкте дейді. Енді мынандай нәрселер табу керек деп, міне сәйкесінше балдар берілген. Енді біз ыңғайлы болу үшін өзімізге енді бір кез келген бір үшбұрышты салып алайық. Кез келген үшбұрыш. Мен осылай салайын. Кез келген үшбұрыш бұл. Міне мейлі белгілейік, мынау А болсын, мынау В, мынау С. Енді АВС үшбұрышының М деген нүкте ол ВС қабырғасының тура ортасында дейді. Тура ортасында жатыр міне. Мынаны белгілеп қояйық. Бұл М. Ортасында жатыр деген сөз, демек мына жер мен мына жер бірдей болады деген сөз. Енді бізге айтып тұр, косинус альфа, косинус бета, косинус сыны тап дейді. Яғни мына әрбір бұрыштың, мына әрбір үшбұрыштың әрбір бұрышының косинустарын тап дейді. Міне мыналарды тап деп есеп берген екен. Енді бұл есепті шығару үшін біз ең бірінші кезекте мен сіздерге қазір мына косинусты ғана тауып, А бұрышын ғана тауып көрсем, қалғандарын өздеріңіз табасыңдар. Міне 1 балды қалай жинау керектігін. Яғни 1 бал, енді болып есепке 2 балды беруге болады әрі қайсысына. Бірақ та жиыны 3 бал дегеннен, яғни барлығы бір жүйемен шешіледі, сол себепті айтылып тұр. Енді бұл жерде біз ең басты дүние біз білетін мынаны біз енді өзіміз білетін векторлар ережесімен қараймыз. Векторлар ережесімен бөлетін болатынымыз, мысалы косинус альфа дегеніміз косинус А бұрышы. Ол бізде тең болады. Біз ең бірінші мынаны жазбайық тұрмызда. А векторы көбейту В векторы тең модуля. Бұл векторлардың скалярлық көбейтіндісінің формуласы осылай болады. Яғни екі вектордың коллинияр емес, екі вектордың скаляр көбейтіндісі ол осы екі вектордың модульдарымен, модульдар деген ұзындық, және сол екі вектордың арасында жатқан бұрыштың косинусына тең дейтінбіз. Енді мен алайын, мына векторым ол А векторы болсын, мына бір қабырғам. Мына В вектор деп алынбақ. Содан кейін сол екі қабырғаның арасындағы бұрыш. Енді косинус альфаның аны табу үшін біз, яғни екі вектордың скалярлық көбейтіндісін бөлеміз жаңағы модульдарына, ұзындықтарына. Яғни бұны бұлай шығарып жатқан кезде, енді бір қарап отырсаңыздар, енді бұл жерде вектор қалай пайда болды? Біз өзіміз білетіміз, екі нүкте арқылы вектор жасай аламыз. Сол себепті мына жерден АВ деген векторымыз, мына бір А дегеніміз, ол АВ вектор. Демек, АВ векторының координатын таба қояйық жылдам. Оны сіздер білетін боласыздар. АВ векторының координат табусын ұшынан басын азайтамыз. Ұшынан басын азайтсақ, В векторымыз, В нүктесінің координаты 4-1. 4-тен 1-ді аламыз, 3. Ал Y-ді табу үшін мына 1-ден 1-ді аламыз, 0 болды. Сонымен осындай АВ векторының координаты шықты, 3-те 0 деген. Ал енді АС векторының координаттарын тауып алайық. Бізге ыңғайлы болу үшін, есеп шығаруға жеңілдету үшін. АС вектор болсын, С-дан аны аламыз, 4-тен 1-ді аламыз, 3. Енді мына жерде 5-тен 1-ді аламыз, 4. Сонымен бізде осындай векторлардың координаттарын тауып алдық. Енді
Енді бізге мына екі вектордың скаляр көбейтісі және ұзындықтары керек. Енді ұзындықтардың векторлардың ұзындықтарын сіздер білесіздер, мынаның ұзындығын таба аласыздар. Енді осы бойынша шығарып шығайық. Міне косинус а тең болады. Енді скаляр көбейтінді дегеніміз, сондай-ақ скаляр көбейтінің екінші ережесі бар, екінші формуласы а көбейту б дегеніміз тағы да бір ережесі бар болатын, ол жаңағы екі вектордың сәйкес координатталарын көбейтіп қосамыз, яғни а векторының координаттары x1 y1 болса, бұл вектордың координаттары x2 y2 болса, сәйкесінше бұның міне сәйкес координаттерін көбейтеміз. Міне яғни мынаған көбейтеміз, мынаған көбейтемізді қосамыз. Яғни мынаған көбейтсек 9, мынаған көбейтсек 0. 9-дан 0 қоссақ 9. Демек үстінде бізде 9 шығады. Ал енді астында аның ұзындығын табу, бір аның ғана ұзындығын табуды көрсетемін, одан кейін бұны өздеріңіз ауызша шығарамыз. Міне енді аның ұзындығы, бізге қажет нәрселерді мына жерге жазып жатырмын. Аның ұзындығы. Ұзындықты вектордың ұзындығын табу үшін білесіздер, Пифагор теоремасы бойынша шығаратынымыз мынаның квадраты қосу мынаның квадраты. Яғни мынарда 9 болатын болса, ол 3. Бізде 3 шығады. Бұдан не? Демек мынарамыз 3 көбейту. Енді бұның координатын, бұның ұзындығын таба қойық. Бұның ұзындығы, мынау v деп отырғанымыз, мынау координат вектор ғой. 9, мынауымыз 16, 9-16, 25, одан 5 шығады. Демек мынарамыз 5. Енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай 9 мен 3-ті қысқартып кетемін. Мен жауабым сонымен былайынан жазайын. Мынада 3, сонымен 0,16 дей салайын. Мейлі. Бөлшектерді қалдыруға болады, немесе осылай. Демек, альфа бұрышының косинусы бізде 0,16 болды. Міне осылай 0,16. Сөйтіп косинус б бұрышын және де с бұрышының косинусын осылай табады екенбіз. Осылай анықтаймыз. Бұл енді бірінші мысал сіздерге. Бірінші мысал. Бұл әзірге лайнан кішірейтіп мынау шетке қойып қоямын, себебі демек сіздер міне өстіп жаңағы шөуін бірдей көрсете алсаңыздар, онда сіздерде жаңағы мына 3 балл тұтасымен болады деген сөз. Келесі, мына біріншіміз бітті сонымен. Екінші, емнің координаталарын табыңдар. Ем дегеніміз, міне бағана айтып кеттік, ем дегеніміз ол ана үш бұрыштың орта нүктесі дедік. Мына в-ның орта нүктесі дедік. Оны ағылшынша midpoint деп айтады. Midpoint немесе мына екі кесіннің тура ортасы. Кесіннің ортасын табу үшін сіздер білесіздер, ол үшін демек мынау бүйтіп жазылайын. Ем нүктесінің x-і деген сөз. Ем нүктесінің x-ін табу үшін мына екі ұштарын қосып координаталарын екіге бөлеміз. Демек мына бізде v мен s-да жатыр, сонымен v мен s-ның координаттарын қосамыз, екіге бөлеміз. Сәйкес координаталар 4-ке 4 қоссақ 8, 8-ді 2-ге бөлсек 4. Сонымен оның x-і 4 болды. Ал y-ін табайық, y-ін өздеріңіз тауып жүріңіздер. Мұның y-і не болады? Сонымен ол да v мен s-ны қосып 5-ке 1-ді қосамыз 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Демек біз оны таптық. Сонымен ем нүктесінің координаталары 4-те 3 болды. 4-те 3. Енді АМ медиасының ұзындығын тап дейді. Енді АМ медианасының ұзындығы сіздер өздеріңіз көріп тұрғанда, міне АМ дегеніміз мынау медиана болды. Медиананың ұзындығын табу үшін АМ деген вектормен мына АМ деген вектормен АМ ұзындығы екеуі бір нәрсе. Кесінінің ұзындығы мен векторының ұзындығы бір нәрсе. Енді АМ векторын тауып берсек жаңағыдай АМ векторының координаталарын тауып береміз. Ол үшін тағы да басынан ұшын аламыз. Ұшынан басын аламыз. Ұшының координатынан басының координатын. Үш сонымен 4 болды. А-мыз 1 болды. Сол кезде 4-тен 1-ді алсақ, мынауымыз 3 болады. Енді келесі М-нің Y-нен А-ның Y-ін аламыз. 3-тен 1-ді алсақ, ол 2 болады. Демек, АМ деген векторның координатын тауып алдық, ол 3-те 2 екен.
Енді 3/2 болса, міне біз мынаны шығарғалы жатырмыз ғой енді. Векторның ұзындығын тап десе, АМ деген медиана ол АМ векторына пара-пар. Демек, АМ векторының ұзындығын тапсақ, біз АМ деген медиананың ұзындығын табумен бірдей деген сөз. Демек, АМның ұзындығы вектордың ұзындығы АВ деп жазып жатырмын ғой. АМның ұзындығы ол осы вектордың жаңағы тура біз айтып өткен Пифагор теоремасы бойынша есептелетін екеуінің квадраттарының қосындысы, яғни мынаның квадраты 9 қосылған ананың квадраты 4. Демек, екеуінің қосындысының түбірастындағы 13. Яғни АМ деген медиананың ұзындығы түбірасты 13 болды. Бұл міне тағы да бір балыңыз кетті. Енді ең соңғы 3 бал мынада дейді. АМ медианасының бұрыштық коэффициентін тап дейді. Енді бұрыштық коэффициентін табу деген сөз ең бірінші. Бұрыштық коэффициент деген сөз өзіміз білеміз, мына OX, OY осі болса, мына түзудің бұрыштық коэффициенті деген сөз, міне бізде басқа айтқанда АМ деген түзу ғой. Кесінді немесе түзу. Сол кесіндінің мына OX осімен жасайтын бұрыштың тангенсі деген сөз. Осылардағы бұрыштың тангенсі ол бұрыштық коэффициент деп аталады. Яғни біз тангенсін табуымызға болады, немесе ең бұдан да жақсы бір тәсіл, қазір біз бұрыштық коэффициентін табу үшін біз АМ деген түзудің теңдеуін жазып алсақ, А мен Мнан құралған екі нүкте арқылы құралған, осы екі нүкте арқылы құралған түзудің теңдеуін жазсақ, түзудің теңдеуін жазған кезде бізде былай болатын, x2 азайту x1 бұл түзудің жабай теңдеуі болатын, екі нүкте арқылы берілген түзудің теңдеуі. X азайту x1 және де тура осыны мына жаққа жазамыз. y2 азайту y1 сондай-ақ y азайту y1. Енді осыны тез-тез шығара қойсақ, x2-ден x1-ді алу. x2 деп біз мына m-нің координаталарын айтамыз, x1 деп мынаны айтамыз. Енді x2, m-нің координаты 4-тен басқа айтқан кезде біз мына бір АМ векторын шығарып жатырмыз ғой. 4-тен мынаны аламыз. А-ны мына жерге жазып қойшы, А нүктесінің координатын бізге ыңғайлы болу үшін. 1-де 1. Міне. 4-тен мына 1-ді аламыз. 4-тен 1-ді алсақ, ол 3 бөлінген x азайту 1 болады. Тең себебі x1 деп отырмыз, ол жерде. Енді y2-міз мынау 3-тен 1-ді аламыз. 2, ал енді мына жерді шығарсақ, y азайту 1 болады. Міне тағы да 1. Енді мынаны кәдімгі пропорция ережесі бойынша шығаратын болсақ, былай қарай. Бізде шығады, мен басқа түстік бойы бойынша. Міне 1-ден мынаны мына жаққа апарып, мына жаққа апарсам, менде шығады мынадай нәрсе. 3 y азайту 3 азайту тең болады 2 x азайту 2. Енді бұны арға шығаратын болсақ, бұдан y табатын болсақ, 3y табатын болсақ, бұл жерде 2x қосылған 1 болады, себебі -3-ті мына жаққа апарсақ, ол плюс тамасымен барады. Енді y-ті табатын болсақ, осыдан өздеріңіз көріп тұрғандай y тең мен мына жерде енді қызылды қолданайын. 3-тен 2y қосылған 3-тен 1. 3-тен 1 міне. Демек, өздеріңіз көріп тұрғандай міне, бұрыштық коэффициент дегеніміз біз мына саға y тең kx плюс b деген теңдеу болса, біз бұрыштық коэффициентті мына k дейтіміз. Міне енді бұрыштық коэффициентті айқын көрді. Бұрыштық коэффициентіміз бізде 3-тен 2 болды. Яғни бізде жаңа айтып отырған сол. Демек, АМ деген медиананың теңдеуін тауып барып, міне теңдеуі мынау болды. Енді мына түрде де қалдыруға болады, 3y тең 2x плюс 1 деп. Немесе бұрыштық коэффициентін жеке көрсету үшін былайынан қалдыруға болады. Демек, бұрыштық коэффициенті 3-тен 2 болды. Міне балалар, осындай есепті мен сіздерге ұсынғым келді. Мұқият қарап тыңдап алыңыздар.